Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен небәрі 15 минутта дайын болатын, өте дәмді, қолжетімді заттардан тұратын оңай рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Рецептінің соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз 4 жұмыртқамызды миксердің ең қатты жылдамдығында миксерлеп бастаймыз. Содан соң қантымызды аз-аздан қоса отырып, тоқтамай миксерлеп алатын боламыз. Осы қант пен жұмыртқаны әппақ көбік болғанға дейін тоқтамай миксерлеп отыратын боламыз. Бізде жұмыртқамыз 2-3 есеге дейін көтеріліп, әппақ көп болу керек. Міне осылай. Осындай масса пайда болғанға дейін тоқтамай миксерлеп аламыз. Алдын ала өлшеп дайындап алған ұнымызды ұн илеуішке саламыз. Оның үстінен қопсытқыш, яғни разырғытерімізді салып, илеуіштен барлығын өткізіп аламыз. Міндетті түрде илеуіштен өткізіңізде, сол кезде рулет өте жақсы көтеріледі. Ұнымызды салғаннан соң төменнен жоғары қарай осылай көтере отырып араластырып аламыз. Міндетті түрде осылай төменнен жоғары көтере отырып араластырыңыздар, сол кезде жұмыртқа отырып қалмайды. Мінекей бізде шамамен осындай сұйықтықтағы қамыр шығады. Енді басқа бір ыдысқа 3 ас қасық осы қамырдан бөлек салып аламыз да, 1 шай қасық какаоны жақсылап араластырып алатын боламыз. Егер кішкене қоюлау болып жатса, кішкене аз мөлшерде ғана сүт құйып, барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Бұл қамырды біз қазір әдемі өрнек салу үшін пайдаланатын боламыз. Ендігі кезекте пергамент қағазы төселген формаға жаңағы қамырдың барлығын құйып, әдемілеп барлық шетіне бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Қамырдың барлық шетін бір тегіс етіп жайып алғаннан соң, жаңағы шоколадты қамырды целлофанға немесе арнайы кондитерлік мешокқа құйып, дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Содан соң ағаш таяқшаның көмегімен осылай гүл тәріздес формаға келтіріп дайындап аламыз да, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште осы қамырды 10 минут шамасында пісіріп аламыз. Қамырды ыстықтай формасынан босатып, ыстықтай пергамент қағазын алып, міндетті түрде сүлгіге осылай ыстықтай орап қоямыз. Осылай оралған күйінде суытатын боламыз. Коржымыз толықтай суығаннан соң міндетті түрде ақырындап сүлгіден босатып аламыз да, арасына вареная сгущенканы барлық шетіне тигізіп жағып шығамыз. Бір тегіс етіп барлық шетіне жағып аламыз да, осы варенканың үстіне арахисті ұсақтап алып, әдемілеп сүйіп шығамыз. Қаласаңыз, арасында басқа да кремнің түрлерін пайдалансаңыздар болады. Мен осылай арахиспен вареная сгущенканы пайдаландым. Содан соң рулетімізді шетінен бастап қысып ораймыз. Осымен біздің өте оңай, азғантай ғана уақыттарыңызды алатын, әрі өте керемет дәмді болып шығатын рулетіміз дайын. Қараңыздар, өте керемет болып шыққан. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бір жасағаннан керемет шығатын рецепт. Ас болсын достар, рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Егер каналыма жаңадан келген оқырман болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.